Ас болсын. Мерекеңізбен Айжан мама, Асылымның мамасы. Сегодня праздник. Мужчина пригласил дам. Нас всех. Балдарым бақытты болыңдар, ұзақ ғұмыр берсін Алла тағала сіздерге. Денсаулық, аман болыңдар деп. Сіздер ғұмырлы болыңыздар. Бақытты болыңыздар. Сіздер күліп Еңбектеріңіз жүрсеңіздер, жемісі көріңдер, табысты болыңдар. Амин. Сіздер күліп жүрсеңіздер, біздің жұмысымыз жүреді. Әмин. Дұға Рахмет. тілеп, баталарыңызды беріп жүрсеңіздер, біздің жолымыз ашылады. Ал ас болсын. Әмин. Рахмет. 8 наурызда керемет күні, керемет кеште, керемет көңіл күйде Нони деген мейрамханада отырмыз. Бұл Алматы қаласында. Мұндағы кухнясы өте керемет, шашлыктері қандай дәмді. Достар, айып етпеңіздер, тамақты жарнамалап жатыр деп. Бұл пайдалы ақпарат. Егер де сіз Алматы қаласында болсаңыз, онда Нони мейрамханасына келіп дәм татып кетіңіздер. Мен әпкеммен отырмын, туған әпкеммен. Көбісі сұрайды, бауырларың бар ма деп. Менің ең үлкен туған әпкеміз үйден бесеуміз, соның ең тұңғышы біріншісі. Мені өсірді десем де болады, бірақ бұлай. Мына жақта менің әкем отыр. Көңілдерің көтеріңкі болсын, жұмыстарыңда, оқуларыңызда табыстар болсын. Әрқашанда аман болсын. Асылымның анасы Айжан мама маған ана болады. Бүгін біздің мереке, бізді күтіп отырған мырза. Мерекелеріңіз құтты болсын, үйдеріңіз сау болсын. Отбасыларыңызға амандығын тілеймін. Ханым, қош келдіңіз біздің ресторанымызға. Біз сізді көргенімізге қуаныштымыз. Ресторан ойының атынан сіздерге деген сыйлығымыз қабыл алыңыздар. 8 марттарыңыз құтты болсын. Әлі де сіздерді көреміз деген ниеттеміз. Келіп тұрыңыздар, құрметті қонағымыз боласыздар. Жақсылықтар тілеймін. Бұл бізге шеф-повардан, иә? Ресторан ойының. Для вас. Специально для вас. Қажетін балық, атыраудың балығы ма? Аралдың балығы ма? Әдемі. Рахмет.